Әр оппозицияға келген сайын бір құдай келеді, я ол бас прокурор, я премьер-министр, я министр, я әкім маңайына өз жандай шаптарын жинайды да, солардың сол бір адамның культін жасап кетеді. Ол да біздің оппозицияның беделіне үлкен нұқсан келтірді. Мен де солардың арасында болдым. Кезінде Әкежан Қажыгелдинді мақтадық. Жармахан Тұяқбайдың 2005 жылы сайлауға түскен кезде мен бүкіл 16 облыстағы жиналысын жүргіздім. Жаһаннан артық ешкім жоқ, осы кісі президент болу керек деп. Бәлкім менің де қателігім сондай болған шығар деп ойлаймын. Өзімнің қатысым болды. Бірақ енді бірге жүргеннен Қажыгелдиннің де бізде орынбасары болдым. Ол кезде біз де айттық, Әкежан Қажыгелдиннен артық ешкім жоқ, осы кісі ғана президент болу керек деп. Бәлкім сол кезде біз қоғамда басқа да Қажыгелдин, Тұяқбай емес күштерді шеттетіп алдық па деп ойлаймын. Ол да үлкен жалпы саяси технологиялық жағынан қате болған шығар. Білмеймін, мен онда әлі сіз сұрақ қойғасын ғана мен жауап беріп жатырмын, әлі біраз ойланып жүрмін ғой, бірақ сізге жауап бергенде мен сол жауабым дайын деп айта алмаймын. Қателік өзімнен де болған шығар, өйткені көңіл жықпастыққа бардық, жаңағыдай кейбір азаматтар өздерінің жеке басқа табынушылығын қалыптастырып жатқан кезде қойыңыз, бұндай болмайды деген сияқты қаттырақ айту керек еді ма? Мен оңашада біраз нәрселер айтылды, мен сізге айта алмаймын. Өйткені оңаша жеке басқа табынушылық басталған кезде әріптес ретінде, олардан жасым кіші інісі ретінде айтқанмын. Бұл болмайды, біз екінші культ жасауымызға болмайды. Бәріміз бірдейміз. Оппозиция қатарында сен Семейденсің ба, Қостанайдансың ба, Ақтауда жүрсің ба, жай белсендісің ба, билік сынап жүрген, сен партияның лидерсің ба, бәріміз бірдейміз. Бұл бюрократтық ұйым емес, әркімнің сынын тыңдау керек. Жаңағы сын түзелмей, мін түзелмейді деген сөздерді оңашада айтқан қазақпын. Бірақ оны біреу түсініп, біреу түсінбейді.